Жалпы мен ойлаймын, қазақ әйелі әрқашан өзін күйеуінен бір сат төмен ұстайды. Или былай ұстайды. Но екеуін біреу. Соңғы кезде мынау көбейіп батқан секілді. Шынымен, өйткені байқайсың, бұрын төмен еді, бізге қарай қазір жетіп келе жатсыздар сіздер. Бұрын көшеде, машинада рөлде отырған әйелді көрмейтінбіз. Бір әйел машина кетіп баса бүйтетіміз. Анан қара, бір әйел машинамен кетіп жатыр. Қойс деп дымы қалмай. Рөлде маймыл кетіп жатқан секілді кән. Қазір толып жүрсіздер. Ертең бара-бара әйелдер отыратын шығар. Анан қара, бір еркек машинамен кетіп бара жатыр. Деп. Басқа бермей-ақ қойсын енді. Жаңа айтып сіздер былай ұстайсыздар. Қазіргі таңда сіздер диета ұстайтын болдыңыздар. Диета ұстағандарыңыз қызық енді сіздердің. Айтайын. Чай для похудения сатып аласыздар. Оны келіп тортпен неге ішіп отырасыздар? Таң қаласың. Алдында бір чай для похудения тортпен ішіп отыр. Не істеп отырсың десем, енді кішкене арықтайын ба дегем дейді. А торт неге десем, құр шай іше алмаймын мен дейді. Сосын арықтамай шайдан көріп жетін, өтірік қана шай деп жаңа. Күнде весиға тұрып бейт жаңа. Ол веси өзгермейді деп бұлай тұра береді солай. Арасында секіріп қояды, арасында азаяды, көбейеді, соған мәз болып жүреді. Енді мына заманда адам өзгере ме қазір? Күнде қуаныш, күнде той, Аллаға шүкір, керемет енді. Мен мына кей кезде таң қалам. Негізі әйелдер қауым, сіздер табиғи әдемісіздер ғой, қыздар, сіздер табиғи әдемісіздер. Неменеге бәрін бүйтіп не қылып аласыздар деймін. Алдында мен таң қалам, бір қыз кетіп баратыр деймін, аяйсын енді бар ғой. Енді әдемі көрінгісін келіп баратыр ғой. Шпилка деген мынандай тағаны. Бұрын шпилка болатын, табандары мынандай шыққан кәдімгі. Оған шпилка қосылады мынандай. Ананың үстінде бүйтіп кетіп баратыр кәдімгідей. Бүйтіп кетіп баратыр. Бой деген мынандай. Енді қандай жігіт іздеп жүрген білмеймін енді. Анан көрсең шошыйсың. Бір кезде бір төпілейін бе, шешіп қалған кәм. КамАЗдан түскенсек текіп түсіп өйткен. Таң қалып қаласың енді бар ғой енді. Жігіттерді аяйсың кей кезде енді. Вроде бой нормально секірген, екінші қарасам мына жерден келіп кетіп батады екеуі жағы. А бір қыздар жүреді, беттерінен анау тональный ма қалай, сонымен бояған кезде қалыңдығы мынандай болып жүреді кәдімгі. Қалыңдығы мынандай. Алдында бір қыз кетіп барады кәдімгі, жаңа тақасын киіп алған, бүйтіп кетіп батады, сүрініп қалды, бет түсіп қалды кәдімгі. Өзі кетіп барады, білмейді өзі. Сасқаннан екі көзіне бүйтіп қолын салып, мынау сенің бетің емес пе деп жаңа. Өз бетінен өзі қорқып қашып барады енді бар ғой. Жоқ, сіздер табиғи әдемісіздер ғой. Мысалы, Қытай, Корейдің қыздары болса түсінікті. Олар табиғи сондай өздері сой. Кішкене бойлар алса кет, сосын аяқтар қисық болып келеді олар. Өйткені мына оларды арқалап өсіреді екен. Бізде керемет қой, біздің аналарымызға рахмет. Бізді бесікке бөлейді. Біздің аяқ қисық кетпесінде бесікті аяғын тартып қояды кәдімгідей. Кейбіреулер қатты тартып жүреді, бізде керісінше майыс болып кетеді кей кезде. Енді бәрі емес енді, барлығы емес енді. Мен мына аналарға риза боламын, апаларымыз отыр, әжелеріміз отыр. Бұл кісілер өмір диета деген не екен білмей өскен шығар. Диета ұстадыңыз ба? Апа қайда? Апа бар ма залда? Апа? Апа анда отыр. Диета ұстадыңыздар ма? Мен диета не екенін түсінбей отырған шығар тіпті не. Диета деген ол жаңа кішкене арықтау дейді қазірғылар. Міне аналарымыз қандай керемет. Өмір бойы балама деп өсірді. Емізсе де балама кәдімгі. 3 жасқа дейін, 4 жасқа дейін еміз балдарын. Аямайды, мектепке барып емізіп келетін балдарын керек болсаң. Шынымен сондай аналарымыз болған біздің. Қандай батыр ұлдар туылып жатыр қазір. Ал қазір келіндер мысалы, мен бәріңе қазір заман сондай түсінемін. Бір үйден 2 адам жұмыс істемесе қазір жетпейді. Білеміз енді, оны да түсінеміз. Бірақ дей тұрғанмен енді баланы ойлаған дұрыс деп ойлаймын да. Енді сіздер таңғалам, күйеуге шығасыздар, диета. Күйеуге шықтыңыздар ғой, болды ғой, кімге айналайын деп жүрсіздер, мен түсінбеймін бар ғой. Мама болғаннан кейін мама болу керек. Біз баланы ойлаңыздар. Бала мамасын былай құшақтағаннан артық ештеңе жоқ бүйтіп. Мама деп бүйткен. Біз өзіміз солай өскенбіз. Мама деп кән. Мама деп. Мамасы да, "Оу жаным, мама" деп. Керемет емес пе кән. Қазіргі мамалар диета ұстайды, кішкентай бүйтіп, "Мама" деп жаңағы. Вот мен айтайын деген. Ерінбеңіздер, емізсең қазір әйелдер мысалы порошокпен бутылкаға салып, баласынан қашып атады мысалы. Неше түрлі жаңағы суреттер салып жаңа баланы қорқытып. Мен сіздерге айтайын, уақыт өтер енді жақсы. Бірақ дей тұрғанмен, анасын тойып емген бала өмір бойы анасына жақын болады. Бутылкамен емген бала өмір бойы бутылкаға жақын болады. Ойланыңыздар.